Баршаларыңызға сәлем бердім. Бүгін сіздермен бірге мақ қосылған творожный пирог жасайтын боламыз. Ол үшін творогымызға шекерімізді, ванилинімізді, 2 жұмыртқамызды және мақ қосып жақсылап араластырамыз. Осымен саламыз дайын. Енді қамырына ұнға разрыхитель, шекер және бөлме температурасындағы майымызды қосып, осылай крошка шыққанша араластырамыз. Сосын үстіне 1 жұмыртқадан салып отырып, тағы да осылай араластырып шығамыз. Міне дайын болды. Енді 2 бөлікке бөліп, 1 бөлігін табамызға салып, үстіне салмамызды салып, осылай жақсылап жайып аламыз дағы. Үстіне қалған бөлігін осылай салып шығамыз. 180 градуста 20-30 минут пісіп шықты.